Барлығыңызға сәлем. Бүгін мерекелік дастарханға арналған роза гүл тәріздес хворостар пісіреміз. Алдымен менің инстаграм парақшама жазылуды ұмытпаңыз. Үш жұмыртқаға 1 ас қасық уксус 6 немесе 9% және жарты шай қасық тұз, 4 ас қасық толтырып, қант салып, қант ерігенше араластырамыз. Үстіне ұнды салып, жұп-жұмсақ және қолға жабысатын қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа демалдыруға қалдырамыз. 20 минуттан кейін ұнды аздап себе отырып, жұп-жұқа қылып қамыр жаямыз. Және оны 5-6 сантиметрлік қылып, теп-тегіс қылып кесіп аламыз. Осындай ирек пышақтарыңыз болса, тіптен керемет. Егер ол болмаса, қарапайым пышақпен кесе беріңіздер. Барлығын осындай ұзыншалап кесіп аламыз. Енді оны ыңғайлы болу үшін жұмыс жасауға ортасынан тағы да кесіп шықтым. 1 сантиметрдей болатындай қылып, тағы да осындай қылып кесіп аламыз. Мінекей қамырымызды дайындап алдық. Енді видеода көрсетілгендей әрқайсысын бір-біріне қарама-қайшы етіп қоя отырып, розаның формасын жасаймыз. Бұл жерде 12-13 қамырдан қоямыз және одан асырмаймыз. Іші жақсы пісіп шығу үшін. Және сіріңкені осылай тығып қоямыз. Сол кезде арасы ашылып кетпейді қуыру барысында. Мінекей барлығын дайындап алдық. Әрине бұл қамырдың жартысы ғана көрінген видеода. Енді қызып тұрған майға қуырамыз. Майды қызытып алып, сосын орта отқа қоямыз. Қатты отта қуырмаймыз. Қуыру барысында осылай таяқшамен түртіп тұрамыз. Барлық жеріне май тиіп, барлық жері қуыру керек. Рецепте көрсетілген 400 грамм маймен көп майда қуыруымыз керек. Асты қызарып бастағанда аламыз. Таяқшамен түртіп, хворосты майға батырып тұруды ұмытпаңыздар. Барлығына май тиюі керек. Арасы барлығы пісіп шығу керек және асты қызарған кезде аламыз. Хворостарымыз өте әдемі болып шықты. Әбден суығаннан кейін ортасындағы сіріңкені алып, бетіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға тартамыз. Алда 22 наурыз қазақ ұлтының төл мейрамы келе жатыр. Сол мейрамға арнап дастарханға пісіріп қойыңыздар. Бұл дастарханның көркін ашып, көздің жауын алып тұратыны сөзсіз. Видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.